Қымбатты көрермендер, арнамызға жаңа қосылған көрерменнің қатарынан болсаңыз, сіз үшін қайырлы таң. Бүгінгі біздің студиямыздың төріне келіп жайғасқан кезекті меймандарымыз бар екендігін айтқымыз келеді. Айжан, таныс етсең. Таныстыра өтсем, Мейіржан Қожаберген, 11 сынып оқушысы, Аян Шәмши, 10 сынып оқушысы, Нұрислам Құрманқұл, 10 сынып оқушысы, және Мереке Еспаев, дене шынықтыру пәнінің мұғалімі. Баршаңызға қайырлы таң дейміз. Бүгінгі біздің студиямызға тағы бір құрылғыларыңыз алып келдіңіздер. Әйтеуір Назарбаев зияткерлік мектебінен деген кезде біз бірден түсінеміз. Бұл жолғы оқушылар тағы не әзірлеп деген, не ойластырды екен деген сұрақтар туындайды бізде. Бұл жолғы біздің жасалған құрылғымыз бірден таныс етейікші, осы туралы қызығырақ болып тұр. Көрермендерге де болса қызық па деп ойлаймын. Бұл енді Назарбаев зияткерлік мектебінен дене шынықтыру пәні мұғалімі Еспаев Мереке Мәлікұлымын. Бұл енді жобаға байланысты оқушылармен бірлесіп жасалған құрылғы. Бұл яғни Корт IQ деп аталынады. Бұның мағынасы яғни тақтайшадағы зияткерлік ойын. Яғни спорттық ойынды бірлестіре отырып, осындай тақтайшада оқушылар, білім алушылар, немесе өзіміз сияқты адамдар осындай спорттық құрылғыны тақтайшада да ойнап көрсін деген ойда, мақсатта осыны құрастырып отырмыз. Жалпы енді бұл жайында мен өзімнің оқушыма берейін, ренжімесеңіздер. Толық ақпаратпен, ережесімен түсіндіріп кетсе дұрыс болады. Мен өзім түсіндірген бір қызық болып жүрер, Жақсы. Мен есімім Құрманқұл Нұрислам, 10 сынып оқушымын. Және де жобаның негізгі қатысушыларының бірімін. Қазір осы тақтайшадағы зияткерлік баскетбол ойынының ережесі жайлы айтсақ, ең басында екі ойыншы бір-бірімен ойнайды. Бір сұр командалар болады, және де бір қызыл командалар болады. Көрсетеміз ғой. Әрбір командада 8 ойыншы бар болады, 5 негізгі 3 қосалқы ойыншы. Және де олардың орналасуы баскетбол ережесіне сәйкес болу керек. Яғни баскетбол ережесінде ойыншылар бастапқы тұрған кезде 4 ойыншы өз алаңында тұра алады, бір ойыншы қарсылас команданың алаңында тұра алады. Оған сәйкес 4 сұр ойыншы өз алаңында тұр, бір сұр ойыншы қарсылас алаңында, соған сәйкес қызылдарда тұр. Енді ең бірінші кім жүретінін анықтау үшін екі ойыншы ойын сүйегін лақтырады. Мысалы мен қазір лақтырып көрейін. Саны бар, таспай ма? Түсіндірмейінше. Осыны лақтырамыз, Ал ойын басында осылай тұра ма доптар? Примерно солай тұрады. Ал жүрген кезде қалай жүреміз сонда? Жүрген кезде енді қараңыз, ең бірінші жүрісті баскетбол жалпы басталған кезде ортадан төре допты лақтырады. И сол кезде ең бірінші жүре бастайтын ойыншылар, олар ортада тұратын ойыншылар. Соған сәйкес біздің ойынымызда ең бірінші екі жүрісті осы екі ойыншы жасайды. Және де әрине бұл баскетбол шахмат сияқты шектелмеген. Сіз кез келген бағытта жүре аласыз. Және де енді ойын бастап жатыр, барлығы жүгіре бастайды дегенмен, сіз кез келген бағытта 3 шақпаққа жүре аласыз. Мысалы, қазір сіздің жүрісіңіз болса, сіз қызыл болып жатсаңыз, сіз 3 шақпаққа бұлай, немесе бұлай жүрсеңіз болады, бұлай. Мысалы, қанша сан сөз, сол бойынша жүре берсем болады, кез келген бағытта. Ал допты салды деген қалай есептеледі? Мына суреттің үстіне бар тұрым керек болсында? Тобыңыз сол жерге тұру керек. Ең қызығы осы жерде басталады, және де тактика, стратегия осы жерде басталады. Мысалы, сіз қызыл болып осы жерге жеттіңіз, 3 ұпайдық сызыққа, 3 аймаққа. Осы жерден сіз допыңыз жетті ма, немесе жетпеді ма анықтау үшін қайтадан осы тасты лақтырасыз. Мысалы, сізге 6 түсті, бұл демек сіз 6 шақпақ алдыға жүресіз деген сөз. Немесе сізге 4 түсті де, сіз 4 шақпақ өзіңіз таңдап аласыз. Мысалы, сіз осы жерден 4-ті таңдап алдыңызда, келесі жүрістермен осы жерден лақтырсаңыз 2 ұпай аласыз. Бірақ мысалы, сізге ең басынан 6 түсіп алып, сіз 6 шақпақ таңдап алдыңызда дәл 3 ұпайдық сөреге жеттіңіз. Сол кезде себетке добыңыз тиді, сол кезде сізге 3 ұпайды салынады. Өзге жүрістер ұпайға жазылып қаламасын да?
иә. Бұл жерде уақыт беріле ме? Иә, уақыт беріледі. Ойын 3 кезеңнен тұрады. 3 минуттан тез ойлан, жылдам жүр деп осы ойын құрастырылған болатын. Осы ойынға біз арнайы құрылғыны құрастырдық робототехника көмегімен. Бұл жерден сіздер қанша уақыт қалғанын көре аласыздар. Және де мысалы қазір ойын басталады. Стрелочка бар. Қазір кімнің жүрісі болып жатқанын көрсетеді. Бұл жерде астыңғы экран кімде қанша ұпай болып жатқанын көрсетеді. Бірден көрсетіп тұрады, иә? Бірден көрсетіп жатады. Және де баскетболда мынандай ереже бар. Бір ойыншы қолында допты 8 секундтан көп ұстай алмайды. Осыған сәйкес сіздің жүрісіңіз 8 секундтан көп бола алмайды. 8 секундтан. Есептеп қойдық. Иә, бұл жерде бар бұл құрылғы. Бірден белгісін береді, иә? Бірден белгісі береді де ход ауысып кетеді. Жүріс ауысып кетеді. 8 секундқа дейін допты салып басып үлгеру керек. Иә. Шахматтағыдай болып тұр ғой бұл жері. Енді ойнап көрейік. Мен түсінген тәріздім, сізбен мен ойнап көрейін. Ағаймен ойнап көрсіз ба? Ағай, әйтпесе сізбен ойнап көрейін сіз енді. Жақсы. Ең бірінші онда уақытымызды қосып алайық. Уақытты қосып алайық. Енді сіз бірінші бастаңыз. Мен қызыл болып тұрмын ғой қазір, қызылмын, иә? Қызыл болыңыз, мен сұр болайын, иә. Ал мына доптар? Мынау қараңыздар, бұл жерде баскетбол ойында ең бірінші 5 ойыншы болады алаңда. Яғни мына жерде қызыл 5 ойыншы сіздікі. Яғни ортаңғы аймақ бар, зона дейді. Содан бір ойыншы сіздікі баскетбол добын лақтырған кезде бір ойыншы тұру керек. Соған байланысты бұл баскетбол ойынына байланысты тұр. Және мынау қосалқы ойын. Бұл жерде тағы айтып кететініміз, ойын кезінде 3 тесіктен, яғни есептеп, доптан аттап өту беруге болады. Егер де сіз менің аймағыма келсеңіз, мына 3 пайлық аймақтың ішінде болсаңыз, мысалы, 3 пайлық аймақтың ішінде болсаңыз, мен артқа қайтып сіздің алдыңызда тұратын болсам, сізді алып қоюыма болады мен. Яғни осы кезде мен сіздің бір тасыңызды алып қоямын. Сол кезде сіздің қосалқыдағы бір ойыншыңыз мына 3 пайлық аймақтың кез келген бір жерінен қойып шығарсаңыз болады. Яғни алаңда 5 ойыншы міндетті түрде болып тұр керек. Егер де сіздің 3 қосалқыңыздың барлығын алып қойып, сізде 4 ойыншы болып қалатын болса, 3 минуттың ішінде сіз автомат түрінде жеңіліп қаласыз. Иә. Жақсы. Тура солай сізде маған жасайсыз. Тек мына сүйекшені лақтырар кезде 3 пайлық аймаққа жақын келесіз ғой мына 9 тесікке. Сол кезде ғана сіз лақтыра аласыз. Сәл қиындау да сияқты мына. Енді бұл жерде зияткерлік ойын болғандықтан, баскетболды жақсы түсіну керек сияқты. Иә, баскетбол ережесін де жақсы біле білу керек бұл жерде. Бисмилля. 5 дейді. Сізде 5 болды. Енді мен лақтырып көрем. Менде 2 болды, сіз бірінші бастайсыз. Енді бұл сүйекшеге тиіспейміз. Сіз қызылмен мынаның ішіне кіріп қойсам, сіз қазір алдымды тосып қоясыз. Егер де мен артқа қайтып жүріспен артқа келсем егер сізге. Ал егер де мен келе алмасам, жей алмаймын. Сіз ортаңғы тастан бастайсыз бірінші. Мынау да есептеледі ғой бір. Есептелінеді. 1, 2, 3. Болды, 3-ке қоясыз. 5 емес пе? Жоқ, 3 тесікпен. Бұл 5 дегеніміз ең бірінші кім бірінші жүрісте жүреді деген сияқты. Менде 6 түсетін болса, мен бірінші жүріс жүрем. Түсінікті ғой, бұл жерде 3 тесікпен ғана. Бұны бірлез ғана ойын басында лақтырамыз, және 3 аймақтық мына кезең бар ғой, аймақтық алаң тұр ғой. Осы жерге келген кезде ғана лақтырасыз. Басқа кезде бұны лақтырмайсыз. Енді менің жүрісім, мысалы, 1, 2, 3 деп алдыға қойдым. Енді келесі. Мына жерде одан кейін ұмытып кетпеуіміз керекпіз, экранға қосып отыруымыз керекпіз бұны. Яғни, сіз ойыныңызды бастаған кезде, мысалы, міне ойын басталды. Енді жүріс менде болды. Немесе ұпай болған кезде ұпайлығын астынан көрсетіп отырамын. Егер сіз ұпай алатын болсаңыз, мына жақты басасыз. Яғни 1-1 болды. Енді мына өлшеп тастайық. Ұпай алсам, қосам қазір. Ұпай алсам, мынаны басам. Ортаңғы мына келесісін бастаңыз, яғни уақытыңыз кетеді. 8 секундтық уақыт кетеді. Жүріс 2 кнопкамен ұпай 2 жақ шеті. Онда мен қазір жүремін ғой. Басып қояйын. Мысалы, жүріңіз. 1, 2, 3. Мұнда тұра аламын ғой? Иә. Енді менің жүрісім, яғни мен басамын, сізге қаратайын. 1, 2, 3. Яғни 3 пайлық аймаққа келдім, сізде 3 пайлық аймаққа келдіңіз. Енді сүйекшені лақтырасыз. Екеумізді енді қиынға түстеген. Екеумізді лақтырып
Енді бұл жерде қазіргі түскеніне байланысты. Алды енді сіз тасталғаннан кейін міндетті түрде шатаспай тура мынаған салуыңыз керексіз. Егер де шатасып қалатын болсаңыз, жанына өтіп кетсеңіз, онда сіз 3 ұпайлық аймаққа 3 ұпай ала алмадыңыз, өтіп кетті деген сөз. 6 түсті маған. Мен 3, 4 пен тоқтай алам ба? Тоқтай алмайсыз, сіз 6 мен тоқтауыңыз керексіз. 4, 5, 6. Сіздің 8 секунд уақытыңызда кетіп бара жатыр бұл жерде. Көрдіңіз ба? Жақсы. Мен онда сіз одан кейін басуыңыз керексіз да? Жоқ, сіз лақтырдың, сіз тастағаннан кейін міндетті түрде лақтыруыңыз керек па? Иә. Уақытыңыз кетіп бара жатыр шектеулі. 2, 3, 4, 5, 6. Жақсы, бәрекелді. Яғни сіз мына жерден 3 ұпай алдыңыз. Енді 3 деген басасыз. 1 ұпай. Менің тарапыма шығып кетті. 2, 3 ұпай алдыңыз. Сіз 3 ұпай алдыңыз. Мына жағы менікі боласың. 3 ұпай болды. Мына себетке түскеннен кейін сіз мынаны қайтадан қайтарасыз. Мына жердегі кез келген 9 тесіктің 3 ұпайлық жерге қоясыз. Жақсы. Мына жерге де қойылам ғой? Жоқ, мына 3 ұпайлық тесіктің кез келген бір жеріне қоясыз. Қиындау екен. Жарайды, мына жаққа қояйын. Жақсы. Енді келесісі менікі. Мен мысалы 3 ұпайлықты лақтыратын болсам, мен қайтадан тасты лақтырамын. Бұл жерде 2 түсті. Мен яғни 1, 2 деп қана алдыға жылжып қойдым. Болды. Келесі ойынымда егер де мен жылжып алдыға қаратай жүріп 3 ұпайлықта алдыға қаратай 3-ші тесікте түсіретін болсам, менде 2 ұпай болады. Яғни мына баскетбол ойынында 3 ұпайлық аймақтың сыртынан лақтырса 3 ұпай болады, ішінен лақтырса 1 ұпай болады. 2 ұпай болады. Ал егерде ойын кезінде жеп қоятын болса, онда 1 ұпай беріледі. Біз енді мұнан қазір толық ойнай алмаймыз ғой. 2 голмен тоқтайық. Менде қазір 1 ұпайым бар. 3 ұпайыңыз бар. 3 ұпайым бар. Ендігі 2 голды есептейік. Сонымен 3 рет енді 2 ойын ойнап көрейік. Мен лақтыра алам ғой, иә? Лақтырам ғой қайтадан. Жоқ. Сіз лақтыра алмайсыз, сіз келгенін алып жүре бересіз енді. Жарайды, жақсы. 1, 2, 3 пен тоқтайын. Жақсы. Мен енді келесі 1, 2, 3 дедім. Яғни ұпайым түсті. Мен артқа қаратай қайтамдағы мына жерден 2 ұпай болды менде. 2 ұпай. Кешірім өтінемін. Міне 2 ұпай болды. Сізде тек 2 ұпай, менде ал. Сізде 3 ұпай болған, 1 ұпайыңызды басып бердім. Жарайды, ештен кетпейді. Лақтырмаймын мен. Сіз енді лақтыруға мүмкіншілік алдыңыз ғой? Мен мүмкіншілік алған жоқпын, мен өз жағыма қайттым. Сіз де өз жағыңызға қайттыңыз. Так, 1, 2, 3. Енді сізде мүмкіншілік болып тұр. Менде де қазір мысалға айтатын болсақ, 1, 2, 3 деп мүмкіншілікті қойып қойдым. Енді мен лақтырам. Лақтырасыз, е. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Яғни сіз қайтадан 3 ұпай алдыңыз. Мына жағымасың ба? Жоқ. Дұрыс болмай алды. Қосылмайды ғой. Жарайды, жақсы, түсінікті. Менде 6 ұпай бар. Сізде 6 ұпай болды, менде 2 ұпай болды. Мына добымды енді кез келген бір жерге көшірем. Кез келген бір жерге қоясыз, е. 3 ұпайлық аймақтың зонасына. Жақсы, енді менгі келесі лақтырам. 4 болды, яғни мен 4 санымен алдыға қаратай түсіруге тырысуым керекпін. 1, 2, 3, 4. Менкі жетпей қалды, яғни есептелінбеді. Менде 6 ұпай, сізде 2 ұпай. Бұл жерде қарап отырсаңыз, мына 3 ұпайлықтан допты лақтырып көрді, бірақ добы себетке жетпеді деген сөз. Түсіндім. Менде қазір 6 ұпай болып тұр ғой. 2, 3. Мына жерде тесіктерді жібермеуіміз керек біз. 1, 2, 3 болу керек, е? Тесіктерді жібермеуіміз керек біз. Жақсы. Менкі енді келесі 1, 2, 3. Яғни менде 4 ұпай болды. Мына жерден тағы да мен ұпайымды қосып қоямын. Жақсы. Сізде 4 ұпай, менде 6 ұпай. Енді бір голмен тоқтайық. Менен себетке лақтырам ғой. Енді лақтырсаңыз болады. 1, 2. Жақсы. Енді сіз бір жүріс жүріңіз. Мен мысалы артқа қаратай бағана түскен себетімді артқа қаратай қалдырып, сіздің алдыңыздан шығуға қорғаушым шықты. Болды. Жақсы түсінікті. Осы жерден ойынды аяқтайық. Мына ойынды ұзаққа баратын тәрізді. Ойлау қабілетін жақсартатын сияқты, иә? Бұл жерде яғни тез ойлан, жылдам жүр деген сияқты мына жердегі құрылғыда қарап отыру керек. Және ойын барысында қарап, бала өзінің дамытады ойын. Ой, сана сезімін, сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамытады бұл жерде. Және мынау енді қызық ойын екен, маған енді қызық болып жатыр. Мынаны қайдан ойнай аламын? Мынаны көбейту жоспарда бар ма? Сатып алғысы келетіндер бар шығар, енді әлден қызығады. Әрине, бұл енді жобамен айналысып жатқанымызға 1 жылдай болды. Бұл жобаны қазір мектеп ішінде қазір ойнап, сол мектеп ішінде таратып жатырмыз. Алдыда жоспарда бар, егерде осындай зияткерлік ойындарды
қызыға ойнаймын деген ойыншылар болып жатса, әрине ұсынып көреміз. Егер де қолдап жақсы деп жататын болса, көбейтуге тырысамыз. Бұның барлығы өзіміздің Назарбаев зияткерлік мектебіндегі жасалған құрылғылардан, яғни робототехникадағы жасалған жұмыстар бұның барлығы. Енді осыны ойлап тапқан қазіргі біздің шәкірттерімізден сұрайық. Осында студияда отырған бұл кісілер де айтсын, бәлкім алып қосарлар бар шығар. Алғаш кімнің идеясы бұл? Идеяңызда бұл ойын мақсаты қандай еді? Негізгі бұл идеяның мақсаты осындай болған. Оқушыларды қызықтыратындай, олардың сыни тұрғыдан ойлау қабілетін дамытатын спорттық ойынға ұқсас, тақтайшадағы зияткерлік спорттық ойын құрастыру талабынан шыққан болатын бұл ойын. Және ең басында бұл ойынымыз асық этно қазақ мәдениет стиліне келтірген болатынбыз. Бірақ та одан кейін таза спорттық жасаймыз деп шештік. Содан кейін ғана баскетбол зияткерлік ойыны болып шықты. Енді өзге де сіздерден сұрасақ, бұл спорттық ойын ғой, енді баскетбол деген. Ал спорттық ойынның бұдан көрі пайдасы зор негізінде. Енді жұрттар баскетбол ойнайтын, жаңағы алаңда жүріп доп ұстайтын спортшылар осыған көшіп кетуі керісінше адамды жалқау қалып келмей ме? Қалай ойлайсыздар? Адамның өзіне қызығушылық бірінші орында болу керек. Екеуінде алып келіп жүре алады дейсіз ғой. Егер мысалы физикалық тұрғыда күндігінде ойнай алмайды ғой, себебі адам денесі шаршайды. Но бірақ та енді өзінің сыни тұрғыда өзінің интеллектін жоғары IQ-ын жоғарылату мақсатында осы үстел ойында ойнаса болады деген үміттемін. Жалпы бұны құрап шығу үшін қанша уақыт кетті? Жалпы бұны құрастыру үшін, осы тақтайшаны құрастыру үшін біздің шамамен 4-5 айымыз кетті. Себебі осы 4-5 айдың ішінде біз бір талай тақтайшаны ауыстырып шыққанбыз. Қателеспесем 3 тақтайшаны ауыстырдық. Және де әрбір тақтайшаны біз практика жүзінде тексеріп шыққанбыз. Ал ағайларыңызбен қалай осы ойынды бір ақылдасу арқылы осындай бір дүние шығарсақ деп ойда жоқтық туындап қалды ма, әлде кейіннен сіздер өздеріңіз жобалап, одан кейін ойын ережесін білу мақсатында ғана осы ағайларыңызбен тілдестіңіздер ме? Қалай болды? Ең басында ағай бізге келіп, ұсыныс жасаған, осындай идея болып жатыр. Тақтайшадағы зияткерлік спорттық ойын жасайық деген. Біз соған ілестік. Және де нәтижені сіздер өздеріңіз көріп тұрсыздар. Біз практика жүзінде тексеру арқылы әрбір тақтайшаны дизайн ереже өзгерістерін жасап тексеріп отырғанбыз. Ол үшін біз аптасына 3 рет жиналатынбыз жоба мүшелерімен. Және де нәтижеге қол жеткіздік деп ойлаймыз. Алайда болашаққа жоспарымыз бар. Тамаша. Демек осы бұл жобаның, бұл кісі жоба идеясын беруші болып тұр сіздерге? Идея автор болып тұр ғой, түсінеміз ойынша. Және де жоба жетекшісі. Тамаша. Енді сізге де сөз берейік, бәлкім сіздің алып қосарыңыз бар шығар енді бұл кісінің. Осы жоба барысында? Біз осы жобаға қатысты емеспіз деп айта аламын. Біз яғни осы біздің дене шынықтыру ағайымен осы аудандық жарысқа қатысқанбыз. Өзі өткен аптада сол туралы сөз айтарым бар. Яғни осы Алдаберген мектебімен, Қадырғали Жалайыр атындағы гимназиялармен ойнап өткеннен кейін бір алтын медаль алып келгенбіз сол мектебімізге. Бұнда айта кету керек, сіздер өздеріңіз кәдімгі баскетбол алаңында баскетбол ойнайсыздар. Өздеріңізде, сіз сол құрамда ойнадыңыз. Қымбатты көрермендер, айта кетейік, Көксу ауданы Балпық би ауылы Қадырғали Қасымұлы Жалайыр атындағы орта мектеп гимназиясы коммуналдық мемлекеттік мекемесінде 22-сі күні өткен бұқаралық спорттық баскетбол жарысынан ұлдар арасында бұл кісілер бірінші орын алған еді. Осы мектептің құрамы атынан команда құралып. Бұны ескере кету керек. Енді біздің де берілген уақытымыз шамалы. Сол себепті өздеріңізбен сұхбатты аяқтауға мәжбүрміз. Студияның төріне келгендеріңізге және осындай тамаша жұмыстарыңызды таныс еткендеріңізге алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта өзге де осындай құралдарды шығарасыздар, жасай бересіздер деген үміттеміз. Енді қазір әлеуметтік желі бар, смартфон бар. Енді смартфонға тиесіліп, сол интернетке байланысты ойындарды ойнағанша осы бір пайдалы дүниелерді миды дамытуға арналған ойындарды ойнаған тиімдірек сияқты. Еңбектеріңіздің жемісін жей беріңіздер, және жұмыстарыңыз көп болсын дейміз.
Жақсы, рахмет. Сіздерге де еңбектеріңіз табысты болсын деймін. Осындай таңғы сәтте, осындай жақсы сәтпарларыңыз, жақсы осындай чемпиондарыңыз, осындай алғыр ойлашыларыңыз, әншілеріңіз көбейе берсін. Өздеріңізге де творчестволық табыс тілеймін. Ой, рахмет айтқаныңыз келсін. Рахмет. Енді Аяужан, біз эфирімізді қарай жалғастырайық.